Пітір садақа дегеніміз не? Оны кім беруі керек? Қашан беріледі? Неге беру міндет? Ал бермесе не болады? Бүгін осы сұрақтардың барлығына толық жауап береміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Ендеше бастайық. Пітір садақа бұл Рамазан айының соңында берілетін арнайы садақа. Ол әрбір мұсылманға міндет болып саналады. Яғни бұл жай ғана садақа емес, бұл оразаның толық болуы үшін берілетін құлшылық. Пітір садақаның ең басты мағынасы ораза кезінде кеткен қателіктерді тазарту және мұқтаж адамдарды айт күні қуанышқа бөлеу. Өйткені Рамазан тек аш жүру емес, ол жүректі тазарту, мейірімді арттыру, кедейге көмектесу айы. Сол себепті пітір садақа Рамазанның соңындағы ерекше амал. 2026 жылы Қазақстан бойынша пітір садақа мөлшері бір адамға 735 теңге болып белгіленеді. Бұл ең төменгі мөлшер. Кімнің жағдайы жақсы болса, одан да көп беруіне болады. Пітір садақа әр адам үшін жеке беріледі. Яғни бір отбасында 5 адам болса, әр қайсының атынан берілуі керек. Оны кім беруі міндет? Пітір садақа жағдайы бар әрбір мұсылманға міндет. Егер адамның өзінің және отбасының бір күндік азығынан артық дүниесі болса, ол пітір садақа беруі керек. Әдетте отбасы басшысы пітір садақаны өзіне және қарауындағы адамдарға береді. Мысалы, жұбайы, балалары, ата-анасы. Ал оны кімге беруге болады? Пітір садақа тек мұқтаж адамдарға беріледі. Яғни, кедейлерге, жетімдерге, жағдайы төмен отбасыларға. Ал ата-анаңа, балаңа, жұбайыңа беруге болмайды. Сондай-ақ бай адамдарға да берілмейді. Қашан беру керек? Пітір садақаны Рамазанның басынан бастап беруге болады. Бірақ ең дұрысы айт намазына дейін беру керек. Өйткені айт күні мұқтаж адам да қуанып, дастарханын жайып, мерекені сезінуі керек. Ал егер айт намазынан кейін берсе, ол пітір садақа емес, жай садақа болып есептелінеді. Енді ең маңызды сұрақ: неге пітір садақа беру керек? Біріншіден, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті және міндет амалы. Екіншіден, ораза кезінде болған кемшіліктерді тазалайды. Үшіншіден, қоғамдағы мейірімді арттырады. Төртіншіден, мұқтаж адамдарды қуантады. Бесіншіден, адамның жүрегін жұмсартады. Пітір садақа бай мен кедейдің арасын жақындататын керемет амал. Ал енді көпшілік қызықтыратын сұрақ: бермесе бола ма? Егер адамның жағдайы жетіп тұрып, әдейі бермесе, ол үлкен күнә саналады. Өйткені пітір садақа міндет амалдардың бірі. Ал жағдайы жоқ адамға міндет емес. Сондықтан әр мұсылман бұл амалды жіберіп алмау керек. Тағы бір маңызды сұрақ: ақшамен беруге бола ма? Иә, қазіргі кезде ақшамен беру ең ыңғайлы әрі рұқсат етілген. Өйткені мұқтаж адамға ақша пайдалырақ, сондай-ақ онлайн аударып беруге де болады. Ең бастысы ниет. Ниетсіз берілген садақа толық болмайды. Сондықтан пітір садақа бергенде жүректе: я Алла, бұл садақаны сенің разылығың үшін беріп жатырмын деп ниет ету керек. Құрметті бауырлар, пітір садақа кішкентай ғана ақша сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның сауабы өте үлкен. Ол оразаны толық етеді, күнәларды жуады, жүрекке тыныштық береді және мұқтаж адамның жүзінде күлкі сыйлайды. Сондықтан бұл амалды еш қашан кешіктірмей, уақытында орындауға тырысайық. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етіп, садақаларымызды еселеп қайтарсын. Егер осы сияқты пайдалы видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алла разы болсын.